Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің сіздерге көрсеткім келгені 3 күндік сабақта үйренгенім бөлімдік жиынтық бағалау мен тоқсандық жиынтық бағалауды қалай электронды түрде тез оңай алуға болады. Яғни бәріміз де оқушыларға тез сұрақ қойып, тез жауап алып, уақытымызды үнемдеген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан осы түрін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Яғни бізде компьютер болу керек, және компьютерімізде аккаунт болу керек. Барлығымызда аккаунт бар деп ойлаймын. Аккаунт создавать етеміз. Болмаған жағдайда енді іздейміз. Бізге не керек? Google Forms керек. Google формаға кіреміз. Кіргеннен кейін для личных целей, для бизнеса деген болады. Яғни бізге для личных целей открыть Google формы. Мына бізде көптеген түрлер болады, резюме, басқаларын жасауға болады. Бізде ең маңыздысы тестирование. Тестированияға кіреміз. Тестированияға кіргеннен кейін, мысалға, әр пәннен жасауға болады бұны. Тестирование дегенді өшіріп, ағылшын тілі, болмаса математика, қазақ тілі, физика, неше түрлі сабақтардан тез сұрақ қойып жауап алуымызға болады. Қазір мен сіздерге өзімнің сабағымды жазып көрсеткім келеді. Мысалға, ағылшын тілі, яғни астына жазамыз. Қай сыныптан аласыздар? Мен 3-ші сыныптан аламын. 3-ші сынып, 3-ші 90. Қысқартып жазайын. БШБ. Астына түсеміз. Имя, яғни оқушының аты жөнін жазу керек. Міндетті түрде, мына галочканы міндетті түрде обязательно вопрос дегенді қосып қойыңыздар. Оқушы осы жерге аты жөнін жазып, барып келесі сұраққа өте алу керек. Аты жөнін жазбай өтіп кетпеу керек. Сондықтан сол галочканы қосып қойыңыздар. Екіншісінде адрес электронды почта бізге керек емес. Ол жерде оқушының коды деп жазып қояйық. Оқушының коды, яғни оқушы журналда тізім бойынша нешінші тұр, сол санды жазса болғаны. Вопросы деген жерге келеміз. Енді тест, яғни біздің тест сұрақтарын бастауға болады. Осы жерден бастап менде мысалға электронды кітап бар, содан көшіріп тез орындата салуыма болады. Копировать, ставить. Look, read and complete. Оқы, қара, оқы және орында. Бұл жерде тапсырмаларды оқып, орында деп мысалға жазып қояйық. Енді біздің сұрақтарымыз басталды. Вопрос. Первый вопрос. Удалить. Жаңа жерге барамыз. Көшіреміз. You mustn't eat in class. Сен сыныпта тамақ жемеуің керек деген сөз бар. Ставить. Енді mustn't дегенді копировать етіп аламын. Менің бұл жауабым болады. Вариант деген жерге барамын. Өшіремін, жаңағы mustn't қоямын. Екінші вариантқа must деп қана жазып қояйын. Яғни сыныпта тамақ жеуге болады болса, must деген сөзді қою керек оқушы. Енді менде осы сұрақтың 2 жауабы ғана болу керек. Маған қалғаны керек емес. Ответы деген жерге барамыз. Бал бересіздер. Мысалы, мен бұл тапсырмаға 1 ғана бал беремін. Және дұрыс жауабы қайсы? Mustn't белгілеп қоямын. Жасыл галочка көресіздер, готово деп сақтап қоямын. Болды. Сөйтіп қалған тапсырмаларды көбейтіп, орындатып жасай беруге болады. Түкте қиындығы жоқ, оңай әрі
таратқанға да оңай болады. Енді бұл жерде баланың көзіне қалай көрінетінін сіз бір көріп алуыңызға болады. Міне мынау оқушының телефоннан ашылды. Ағылшын тілі 3 сынып 391 БЖБ. Біздің БЖБ-мыз атымды жазуым керек, кодымды жазуым керек дейді. Ары қарата мен тапсырмаларды орындап отправить дейді. Отправить деген кезде сізге ол тапсырманы орындай салып жіберген кезде сізге автоматты түрде келеді ответы деген жерге. Қанша балл алғаны, кімнің қандай балл алғаны, фамилия, аты жөні осы жерде тізбектеліп тұрады. Және тағы бір ең қызықты, ең оңай жері, мына жерде 3 точка тұрады. Соны басамыз. Настройка доступа. Мына жерде мен ғана жасап отырмын бұл тестті. Енді тағы да бір мұғалімді қосуыма болады. 2 мұғалім бірігіп жасауымызға болады. Сол мұғалімнің электронды почтасын жіберемін, отправить етемін. Ол осы ссылканы басып кіреді де тура осы тестке келеді. Яғни ары қаратай жасай береді. Мысалы мен 5 сұрағын жасап қойдым да, келесі мұғалім 5 сұрағын жасайды. Сөйтіп бірігіп жұмыс жасауға болады. Ең тиімдісі. Және мына жерде фондарыңызды өзгертсеңіздер болады, жазулардың түстерін өзгертсеңіз болады. Егер қажет десеңіздер, балаларды қызықтырамын десеңіздер. Мына жерде мысалға информатикаға ставка деп қоясыздар. Мына жерде фоны өзгерді міне. Солай фондарыңызды өзгертсеңіздер болады. Математикаға, географияға, басқа да пәндерге өзгертулеріңізге болады. Осы ең тиімдісі деп ойлаймын мен. Сол айтайын дегенім, барлықтарыңыздың игіліктеріңізге жарасын. Барлықтарыңыз осы тестті жасап, оқушылардан алып көрулеріңізге болады. Жылдан әрі тиімді деп ойлаймын.